Күлкі көңіл ашары, күлкі өмірді ұзартады деп жатады. Бүгінде көңілді тапқырлар клубтары әдемі әзіл айтып, жұртты күлкіге кенелтіп жүр. 8 қараша көңілді тапқырлар күні қарсаңында қаламызда 7-ші ұлттар достастығы деген атпен Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогіне орысша көңілді тапқырлар халықаралық фестивалі болып өтті. Әзіл кешіне Қазақстанның түкпір-түкпірінен Ақмола облысы, Көкшетау, Теміртау, Астана, Қарағанды, Петропавл қалаларынан, тіпті Ресейдің Омбы, Қорған, Башқұртстанның Уфа қаласынан жалпы 11 команда өнер көрсетті. Хотелось бы Біздің облысымыз көңілді тапқырлар клубын жақсы қолдайтынын атап өту керек. Себебі бұл әзіл-қойлар ойнайтын спорт түрі десем де болады. Барлық командалар түрлі әзілдерімен көрермен әрі қазылар көңілінен шығуға тырысып жатты. Башқұртстанның Уфа қаласынан келген мына әзілкеш жігіттер Петропавлға келуіміз бірінші рет емес. Сондықтан өткен жылдардан қызықтырақ әзілдермен келіп отырмыз дейді. Я думаю, что образ жизни. Көңілді тапқырлар клубы бұл сахнада өзіңді ұстауға ғана көмектеспейді, адамдармен қарым-қатынас жасауға үлкен септігін тигізеді. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приехали к вам из Уфы, Республика Башкортостан. Русские и татары из Республики Башкортостан. Специально для вас немножко юмора в общую корзину позитива. Принимай! Командалар ұлттар арасындағы достықты, мемлекеттік тіліміз қазақ тілін білу міндет екенінде әзілге қосып проблемалы мәселеге көрік берді. Ал әскери институт құрамасы көрермендерді күнделікті әзілдермен қоса әскери әзілдермен де көрермендерді күлкіге кенелтті. Біздің команда әр қалалардан жиналған, Қазақстанның әр шеттерінен, әр қалаларынан жиналған командамыз. Басқа командалармен біз бірінші рет ойнап жатқан жоқпыз осы сахнада. Бұған дейін де 4 жылдың ішінде кездескенбіз. Көп әр қала Ресейден де келіп жатыр. Дегенмен командалар мықты, бірақ енді біз барынша қолымыздан келгенді істейміз. Фестивальге келген әзіл сүйер қауым жақсы әзіл көріп, біраз демалып, өмірлерін біраз жылға ұзартып тастады десек болады. Отлично вообще. КВН өте қызықты болып жатыр, маған өте ұнаватыр. Очень хорошо. Супер, все классно. Фестиваль қорытындысы бойынша 3-ші орынды Теміртау қаласының Сұлтан Великолепный құрамасы, 2-ші орынды Уфа құрамасы, 1-ші орынды Қорған қаласының Полевой құрамасы иеленді. Ал Гран-при Солтүстік Қазақстан әкімінің кубогын Ақмола облысының Агрофаки құрамасы қанжығасына байлады. Жеңімпаздар естелік сыйлықтар мен грамоталармен марапатталды.